Наурыз жұмыскер басталды, достар. Қараңыздар, 3 қарашадан бастап филиалға барасыздар. Филиалға барғанда кімдер қатыса алады? Отбасы банктің кез келген салымшысы 2 миллион теңгеден болу керек. Кез келген салымшы болған кезде қараңыздар, қай саланың азаматтары болу керек? Өнеркәсіп және құрылыс, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы және су ресурстары және ирригация, осы саланың жұмыскер мамандықтары. Енді олар сіздің жұмыс мамандығыңыз келеді ме, келмейді ме, оны білу үшін Telegram каналға өтсеңіз, сол жерге сізге барлығын дайындап қойдық. Талабы 500 үй міндетті түрде болмау керек. Тапсырыс беру үшін міндетті түрде отбасы банктің филиалына барасыз. Қолыңызда үлгі бойынша анықтама болу керек. Ол үлгіде Telegram каналда бар. 6 ай ресми табыс міндетті түрде болу керек. Бұл бағдарламаға 50 миллиард қаражат ақша бөлінген, яғни 2000-дай адам несие алуға мүмкіндіктері бар. Шарттарына келетін болсақ, алғаш жағынан 10% болады, егер таза әрлеумен алатын болсаңыз, яғни чистовой дейміз ғой, үйреніп қалғанбыз. Алғаш жағынан 20% болады, әрленбеген, яғни черновой дейміз, немесе екінші нарықтан, яғни қолдан алған жағдайда. Және процент ставкалы 7% халықтың әлеуметтік осал топтары социально уязвимые слои населения деп орысша үйреніп қалғанбыз. Және 9% барлықтарына максимально 19 жылға береді. Максимальный займ 30 миллион өңірлерде, ал 36 миллион Астана, Алматы қалаларында. Енді үйді егер бірінші нарықтан алатын болсаңыздар, яғни құрылыс компаниясынан алатын болсаңыздар, онда Астана мен Алматы облыс орталықтарынан ала аласыз. Ал екінші нарықтан алатын болсаңыздар, яғни қолданыстағы үйді алатын болсаңыздар, ол моноқалаларда және ауылдық елді мекендерден ала аласыздар. Бұл үйдің барлығын баспана маркеттен тауып алатын боласыздар. Толыққанды ақпарат керек болып, сіздерге толыққанды сүйемелдеу керек болатын болса, сіздің табысыңыз бәрі реттеу керек болатын болса, дайындалу керек болатын болса, міндетті түрде Астана қаласындағы өз шаңырағым ипотека компаниясына келіп, Балқантау 92-64 офиске келсеңіздер, біздің мамандар сізге тегін кеңес толыққанды түсіндіріп айтып беретін болады. Келіңіздер.